Сәлем достар, сіздермен бірге мен Фурқат Құрбанов және бүгінгі біздің қонағымыз Талант Орал Мейрамбек. Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Рахмет. Ой, Талант Орал 2022 жылғы маусымның хейті. Не істедіңдер 2022? Жалпы өзің жайлы айтып кетсең, таныстырып көрермендерге. Менің есімім Мейрамбек. Менің есімім Мейрамбек. Атыраудікімін, негізі Оралдың артынан шығып жүрді. Атыраудікімін. Атырау облысы Индер ауданы. Сол жақта тудым, өстім. Әлі күнге дейін тұрып жатырмын. Атырауда, Индерде? Иә, Индерде тұрып жатырмын. Бірақ жұмыс бабымен Алматы қаласындамыз қазір. Қасымда жаңа Әскербек екеуміз. Алматыда не істеп жатсыздар? Жақам Отарғалиев деген ағамыздың қасында. Қазір сол кісінің авторлық құрамда? Иә, авторлық құрамда келіп жатырмыз. Рөл бере ме екен? Жоқ, ондай пока. Жоқ, сұрамадыңдар? Жоқ, сұрамадық. Өзі де сымбат? Бұл өзімізден сол жасап жүрген қазіргі жұмысымыз. Өзімізге сол жағымызға жақын болып тұр ғой. Сол жағылып тұр. Келіншегім бар, үйленгенмін. Келіншегім қазір Индер ауданында, әке шешемнің қасында. Жақында қызды болдым. Құтты болсын. Жаңалықтан жаңалық болып жатыр сенде. Естуім бойынша сен келіншегің неде жатқан кезде, больницада жатқан кезде жолға шығып кетіпсің. Сонда сен әлі көрген жоқсың өзің. Бұл бізде андай болып қалды. Негізі сәбидің дүниеге келетін уақыты мамыр айында болу керек болды. Ерте дүниеге қойды, сұрауынан бұрын. 7 айлық болып дүниеге келді ғой. Қалай жалпы? Ананың жағдайы, баланың жағдайы? Жақсы, бірақ андай неде? Екеуі екі жақта әлі. Мен көрмек түгіл, өзі көріп жүрген, бірақ әлі полноценный қолына алған жоқ та әлі. Екеуі екі жақта. Под наблюдением. Аман есен дені сау болып шықсын, Құдай қаласа. Болашақ олда жайдарманшы болып, сенің ізің жалғап. Мейрамбек, жалпы Талант Орал жайдарман ортасында таныс, бірақ жайдарман көрермендеріне бейтаныс команда. Себебі жалпы оның жүрген жолы өте тез болып көрінеді көрерменге. Талант Орал 2022 жылғы маусымда әдемі келіп кіріп кетті дағы, сонымен 1-4-ке дейін барды деген сияқты. Команда жайлы айтып өтсең, команда қай жылы құрылды, қандай лигалардан өттің? Енді оның себебі андай сияқты, былтыр ғана біздер өзіміздің ойымызды таптық та, не ойнайтынымызды түсіндік, қолымызда не келеді, қандай әзірлерді ойнай аламыз деген сияқтыларды былтыр ғана түсіндік біз. Сосын халыққа көрініп басақ та, оған дейін біз әр ойында әр түрлі ойнадық. Не бар, қандай әзіл шығады, соны тек ойнай бердік. Ол кезде андай болған жоқ бізде. Мына әзіл шықты ма, мына бізге бармайды, ойнамай қою керек дейтін. Жоқ, не әзіл, соның бәрі ойнай берген. Ал қазір уже білеміз де не ойнайтынымызды. Бізге өмірлік әзілдер керек, көлік туралы әзіл керек деген сияқты. Біз 2018 жылы маусымашарға келдік ең бірінші. Таланттың алғашқы маусымашары. 2018 жылы маусымашарға келдік. Сол жылы бізге ол кезде андай қылып берді ғой. Жоғары рейтинг дейтін, рейтингпен берді. Жоғары рейтинг, жоғары рейтинг деген сияқты. Бізге сол кезде сол жоғары рейтинг деген берді де Шымкент ашық лигасына жіберді. Республикалық Шымкент ашық лигасына бір жыл ойнап көрмеді. Сөйтіп сол жақта болып, ол жақта редактор Дүйсен Бекзат ағамыз, сол кісінің қанатының астында болдық. Ол кісі бізді өте қатты жақсы көрді. Әлі де солай, біз өте қатты жақсы көрді. Себебі біз сол жылы 18-де Шымкентте бір фаворит болып көріп қалғанбыз ол кісіге. Ойын сайын жаңғыртып келіп, финалда сол Шымкент ашық лигасының чемпионы болдық. Сол кісінің өте көп септігі тиді. Сол кісі сол Шымкенттен кейін бізді мына жаққа мақтап қойған ғой. 19-да Талант дейтін команда, мықты команда. Вышкаға келеді бұйырса. 2019 маусымашарға келіп неге багаж ойнамадыңдар ма? Багаж ойнадық, бірақ шатасып кеткенбіз ғой, багаж таңдаудан. Материал таңдаудан шатасып кеткенбіз ғой. 2019-да маусымашарға келдік қайтадан. Бізге Рамазан Фаев ағамыз сұрады. Қандай ниетпен келдіңдер деп сұрады. Премьер-лига ма? Біз енді жас боламыз ғой, аңқау. Бізге Шымкент ашық лигасының чемпионы болған кезде айтып қойған. Сіздер автоматты түрде премьер-лига аласыздар деп. Біз ана эфирге өткенімізге мәні жоқ, біз премьер-лигаға келдік, бізге жарайды, сол жоғары лига керек емес деп. Рамазан ағамыз өзі түсінген ғой, онда болды, премьер-лига бір жыл ойнап. Одан бізге бірақ пайда болған жоқ. Біз Алматыға премьер-лигаға бардық. Алматыда дейтін 2 ойын ойнадық. Сол кезде түсінбей кеттік қой не ойнап жүргенімізді. Алматыда вообще түрткен жоқпыз біз. Иә, көрдім ол ойындарды. Вообще өте төмен ойнағанбыз ол кезде. Құрам ауысты ма? Осы
кезеңге дейін әлде сол құраммен келе жатсыз? мына мен содан кейін мына қыздың рөлін ойнап жүрген әскербек, сосын ержан деген бала бар ғой, көзілдірік киетін. Сол 3 бала ғана басынан бірінші неден ойнап жатырмыз. Ең бірінші алғашқы құрамнан бастап ойнап жатырмыз. Қалған 2 бала ауыса берген ғой. Егіздер биыл қосылды. Биыл қосылды. Егіздер ол андай мен қосылды ол. Солар оқып жатқан оқу орнының атынан шығатын болып, олар бізге ақша беретін болып, сосын оларда оқып жатқан адам міндетті түрде ойнау керек деген әңгіме болды да. Сол екі егізді қосып жүрмін. Ал қазір спонсорство? Қазір спонсорство. Сол жақ па? Демеушілер? Voice Production деген продюсерлік орталық бар ғой сол жақта. Жақан Отарғалиев өзі басшысы, ашқан өзі. Сол ұйым бізге қазір демеуші болып жатыр. Оралда жалпы, Батыс Қазақстан облысында деп айтайыншы, Жайдарман командаларына қолдау қандай? Бізде ойынға шығасыз, айта берейін мен. Бізде андай Қасиет Кәрім ағамыз бар ғой. Бізге қай жылы? 19-шы жылы ма, 20-шы жылы келді бұл кісі. Лига төмендеп баратты деп Иснағаның тапсырысы бойынша келген сияқты негізінде. Осы жаққа келгенде Қасақа өзінің туған жерін көтеру үшін өзі келді ме біз білмейміз. Бірақ Қасиет Кәрім ағамыз келгеннен кейін лиганың мен андай ұйымдастырылу жағын айтпаймын, ол жағын мен білмеймін. Ұйымдастырылу жағы қалай деңгей. Бірақ ойынның деңгейі, Жайдарман команданың деңгейі, сол ағамыз Қасиет ағамыз келгеннен кейін күрт өсті ғой. Деңгейі жоғарылады. Республикаға шығатын командалардың саны өсті уже бізде. Бізде андай тусовка мықты бізде. Командалар өте бауырмал бізде. Ешкімді ала аламайды. Жоғары лигада ойнап жатқан командаға көмектеседі кім болсын. Сондай бізде. Мен сұрағаным демеушілік қолдау. Демеушілік қолдау бізде. Типа интерес бар ма? Кейде андай моменттер бар. Типа командаға давай деп алады, бірақ сол давай бойынша қалып қояды. Барып келіңдер, потом бізге жаңа қағаздарын алып келесіңдер, біз шығарып береміз деген сияқты нәрселер болады. Жоқ, андай мүлдем көмектеспейді деп айта алмаймын мен. Бір жылдар көмектессе әкімшілік жағынан, жастарды қолдау ұйымы жағынан көмек болды, бірақ әрдайым көмек бола бермейді. Себебі ол жақта Жайдарманнан да жоғары, Жайдарманнан да маңызды нәрселер бар екен олардың ойларынша. Біз предпоследний соңғы пландардан өтеміз. Қалса сол жақтарға бөлініп, солардан қалса қалады, қалмаса. Артылған бюджеттен беріп отырады осында сендерге. Ал жекелей кәсіпкерлер? Жекелей кәсіпкерлер бар. Жекелей кәсіпкерлер дегенде жаңағы стоматология дейтіндер бар ғой бізде. Өте жақсы ағаларымыз бар, қолдайтын. Сол біздегі командаларды, Дежавю, Европольс деген командаларды қолдап жүрген ағаларымыз бар негізінде. Ондай кісілер жетеді. 2022 жылы Талант негізі ашық лигаға жолдама алып келді. Жалпы жолда келе жатқан кездегі ойларың, идеяларың, Талант вышка алып кетеміз деген ой болған жоқ ол кезде. Реально уже болды, чемпионат басталды, біз осыны бітіруіміз керек деген ой болды ғой. Содан бастап айтып берсең, вышка алғанға дейін. Біз 2021 жылы Нұр-Сұлтан қалалық ашық лигасы болды ғой. Ол премьер-лига. Премьер-лига есебінде біз оның жүлдегері болдық. Қола жүлдегер атандық. Төле би чемпион болды, құтқарушылар вице-чемпион, біз қола жүлдегер атандық. Енді жыл сайын андай стереотип бар ғой Жайдарманда. Премьер-лиганың жүлдегерлері жоғары лигаға түседі деген. Автомат түрде болмасын, бір аванс болады дейтін әңгіме болады ғой, жалпы ондай стереотип бар. Біз сондайға біз үйреніп қалғанбыз ғой. Бізге сондай әңгімелер келіп жатты, осы үш команда жоғары лигаға кетіп бара жатыр уже деген әңгімелер. Сосын уже бізде команда, жаңағы Әскербек деген бала келмейтін болды ойынға. Келе алмайтын болып қалды. Сосын менің редактурадан кейінгі екінші күні жұмысым болды. Мен ол кезде вахтовыйда жұмыс жасаваттым. Теңгез деген мұнай кейін бұрғылау зауытында жасаваттым. Редактура ойнап, ешқандай шешімді күтпей, қай лигаға жолдама алғанымды білмей, келесі күні самолетпен жұмысқа шығып кеттім. Бала қалып қойды осы жақта. Маусымашарда. Мен уже уверен болдым. 101% уверен болдым. Вышка алып тұрмын деп ойладым өзім. Вышка алдық, біз премьер-лиганың призер ретінде алдық деп. Жұмысқа барып сертификат берілетін күн бар ма? Лигаларға бөлетін, лигаларға жолдама беретін күні мен жұмыста отырып осылай видеозвонокпен балаларға звондадым. Олар видеозвонокпен қосып қойып көрсетіп өтті бізге. Сонда ашық лигаға жолдама алған командалар ретінде біз 7-ші қылып бізді айттық ғой. Талант туралы. Еще залдың біз шулаған естідік, кейбір бізді танитын адамдар бар ғой. Солар кәдімгі шулаған. Неге, не үшін деп. Сол кезде мен ішінде ренжіп болдық кішкентай. Неге ашық деп па? Ренжіп қалғам. Болмайды деп. Сосын тап сол моментте мен айттым балаларға, болды мен ойнамаймын деп. Мен уже жұмысқа кетемін осылай. Толықтай.
семья құрамыз, семьямда сүру керек. Ойнамаймыз деп группадан шығып кеттік қой бәріміз. Талант деген жоқ. Бірақ бала қалып қойған группадан. Жаңа Ержан деген. Ол біздің үлкеніміз ғой команда. Сол қайтадан группаға қосып бізге ренжіді ғой. Сендерде сыйластық деген бар ма жалпы? Мен неге білмеймін, мысалы сендердің ойнамайтындарыңды. Кімбіз бір-бірімізге біз 40-на шыдадық па, 41-не шыдаймыз. Ашық лиганы ойнаймыз, чемпионы боламыз. Келесі жылы қайтып келеміз. Елжан ағаларымыз, гранттағы ағаларымыз, жаңа толқындағы ағаларымыз бәрі хабарласты ғой бізге. Олай болмайды деп, ойнау керек деп. Ойнайтын болып келістік қой біздер. Ашық лигаға келдік. Бізде андай болды просто. Ашық лиганың чемпионы боламыз деген. Жерде жүректе сондай болды да. Ашық лиганың чемпионы болуымыз керек біздер. Аламыз болды. Ешкімге қарамаймыз. Бәрі болды ғой, Майами болды, гол болды. Біз ешкімге қараған жоқпыз. Мейлі бәрі. 10 жыл ойнасын, 20 жыл ойнасын, біз боламыз, болды. Келеміз, қайтып дәлелдейміз. Сондай настрой біздікі. Жоғары лигаға қалай өтіп кеткенімізді білмей қалдық қой, сол настройдың кезінде. 2 күн редактора, 3-ші күні жоғары лигадасыңдар ма? Біз 3 күн редактораға 3 түрлі сәлем салып келдік. Сол бізге өте қатты пайдасын тигізді. 3-ші күні біз андай қызық жағдай болды да. Мысалы, енді қасымызда Әскербек екеуміз таң намазға барып отырып мешітке. Мен ашық лиганың чемпионы болайыншы дейтін. Сұрайым постоянно барып. Ниеттенем сұрайым. Ал Әскербек бізді жоғары лигаға албасыншы деген әңгімені сұраған ғой күн сайын сұрайды да. Ең соңғы күні, 3-ші күні таң намаздан шығып кетіп айтады да, мен солай күн сайын сұрап жүрмін. Мен айтамын, қомаш, ондай болмайды уже. Чемпионат уже басталып қойған. Ондай нәрсе мүмкін емес. Ол Лидерман тарихында болмаған нәрсе. Сол күні таң намаздан келіп, ұйықтап, 2 сағаттан кейін 3-ші редакторға келгенде Қасиет Кәрім ағамыз айтып тұр ғой. Сендерді Рамазан ағаларың іздеп жатыр ана жақта деп. Шақырып жатыр деп. Қуанып кеткенбіз. Шауып бардық жүгіріп. Барса Краш, Тулеби солар өтіп жатыр редактордан. Жоғары лиганікі бөлек, ашық лиганікі бөлек болды ғой, екеуі. Сол барсақ Рамазан ағамыз айтып отыр да, осындай ұсыныс тастап жатыр. Себебі мына жақтан Есін аға Қазалыны қосып жатыр дейді. Жоғары лигаға. Біз 26-ші команда болып сендерді қосамыз, потому что сендерге уже несправедливо болып кетеді ол нәрсе. Премьердің призер ретінде ойнамай қалсаңдар. Біз қуанып тұрық, бірақ іштей андай ғой. Бір андай неге тойып алғанбыз ғой. Карате пацан дейтін кинолар бар ғой. Билеп тұрық қой, біз Рамазан ағамызға билеп тұрық. Біз, короче, бармаймыз деп тұрық. Жоғары лига. Ашық лиганы ұтып келеміз, короче. Сосын бірден барайық деп. Өздерін қараңдар деп. Сосын бір ойланып келдік те, ойнайтын болып. Қазір материалдарын көрсетіңдер дейді бізге. Жақсы болса, Исламды сөйлесеміз. Енді біз 3 күн редактордан өтіп келіп тұрған аяқтан пісіп қалды. Үшеуі де өтіп тұр екен. 3 редактордан өткен сөйткенді қосып бір сәлем сөйлеп кеттік қой. Ату бар, құтқарушылар бар, бәрі отыр, Рудный отыр, бәрі отыр залда. Өте мықты ойнадық біз. Өте мықты ойнадық. Сол Рамазанымызға риза болып қалды да іштей. Исін аға сөйлесіп, бізді 26-ші команда болып іріктеу ойындарына қатыстырды. Іріктеу ойындарында тікелей өтеміз деп ойлап жүрдік уже біз. Группамыз көрдік, Мақтарал арнайы ел үшін үшеуміз. Енді кешегі ойынға уже тойып алдық біздер. Увереншін алдық. Тікелей өтеміз. Онымен тікелей өте алмадық, арнайы ел үшін тікелей өтті де. Бізді редакторлар алқасы қосымша жолдамамен алдым. Бір жолдаманы Есін аға ұсынды, біреуін редакторлар. Керемет оның өзі. Мен ана дұға деген әңгіме күшті, тілеу деген әңгіме күшті тойып алдым. Шынымен әдемі ғой. Мүмкін емес береді екен сұрасын. Көзіміз жеткізді. Чемпионат басталды, маусым басталды. Ойыннан ойынға талант өзіне көрермен жинап келді, өзіне фанаттар жинап келді. Жалпы Жайдарман тарихында команда үшін бір ерекше команда болдыңдар. Себебі жақсы көзқарас қалды, әр ойын сайын команда жайлы. Және әр ойын сайын оның көрермені артылып түсті. Бір маусымның ішінде сендер кәдімгі өте танымал командалардың бірі болып кеттіңдер. Қай ойындарда, мысалға, балмен жинап оттық қой. Ақпен бірге ораламыз, ол үлкен әңгіме. Ал оған дейінгі ойындарда жалпы болды ма? То, что сендер по материалу алып тұрсыңдар. Болды, біз алуымыз керек қой деген ой ғой. Бірақ Қазылар алқасының шешімі бойынша нәтиже басқа командаға болып кетті, немесе тең болып қалған ойындар. Бізде сезон бойы сондай болған сияқты негізі ғой. Мен өзім іштей енді айтайын. 4-0 ұтқан кездерің болды ма? 4-0 абыройда ұттық, әділ түрде ұттық деп ойлаймыз. Ол кезде
абыройдың жаңағы фронтигі бар ғой, бағлан деген. Сол бағлансыз келген бірінші ойыны ғой. Ол кезде уже андай не істейміз, бағлан жоқ деген кезде ұтып жіберіп қойып тұр ғой біздер оларды. Одан кейін оларда күш жинап алды ғой. Жақсы ойнады екі ойын. Бізде андай болды. Ең бірінші ойын болды құтқарушылармен. Біз құтқарушылармен, біз былтырғы сезонда үнемі бірінші шығып келдік. Кіммен ойнасақ та бірінші шығамыз, ашамыз сол жұпты. Сондай әңгімелер болды. Сосын құтқарушылармен ойнағанда да біз бірінші шықтық. Негізі андай ашық айта беруге болады. Кім кімге автор білеміз ғой бәріміз. Айта беруге. Біз андай болды. Біз өзіміз қорқып жүрген балаларымыз. Жоғары леген бірінші ойын. Кім не болып жатыр білмейміз. Тек қорқып жүрміз бәрінен. Именно сондай кезде Эльдар Жұмағалиев дейтін редактор ағамыз бар ғой. Сол келді. Мейрамбек, қалайсың? Дайынсың ба? Құтқарушылармен ойнайсың ғой? Точнее, құтқарушылар емес, маған қарсы ойнайсың ғой деді ғой осылай. Мен өзім ағып жүрген балам. Жандыр жерді ма? Иә. Мен білмеймін ол кезде Эльдар ағамыз жазатын. Маған қарсы ойнайсың ғой осылай деп. Иә, болады ғой, бұйырса дедім де үйге барып полный душқа түскенсің. Ол қорқытып, бірақ сол ойында біз бірінші шықтық. Марат, бұл менің сөзім емес. Бірақ іштейде өзім сөйтіп ойладық. Бірақ Марат Досаев ағамыз бар біздің. Бізді өте қатты жақсы көреді ол кісі. Соңғы ойында болмаса, былай негізі өте қатты жақсы көреді ол кісі. Сол кісі айтты, негізі. Еркебұлан болды қасымызда. Еркебұлан екеуміз тұрдық осылай алдында. Сол кісі айтты. Еркебұланды по материалу талант сендерді алып қойды дейді негізі. Ол талқыланбайды, алып қойды ол сендерді. Просто сенің талант мықты ойнағаннан кейін, сенің соның легіне ілескенің арқылы сен жоғары болып көрдің деп оған айтты. Сол сені құтқарып кетті деп, екінші шығып, ілесіп кеткен деп. Мен үшін осы аралықтағы ең патолог осы екі командаға ренжімеңіз. Бүгінгі ойынына қарап айтып жатырмын, алдыңғы ойындарын көрген жоқпын, бірақ действительно кілең жизалардан құралған әзіл. Мына жақта Еркебұланның подачасы, харизмасы, темп, драйв, вообще барлық жанбай. Соның арқасында сен 2-2 болдың деп. Бірақ шынымен, тартысты ойын болды сол. Иә. Сол ойын ғой біздің визитный карточкамыз болған. Сол ойын біз ашып берді. Менде андай да бар мысалы. Қыздар емеспен ойын болды ғой бізде. Есеп 2-2 болды. Қыздар емес, керемет. Супер. Динара, даусыңызды кімге бересіз? Қыздар емес. Берік Уәли, Беке. Онда мен талантқа берем. Ғалым. Талант. Және Нұржан. Қыздар емес. 2-2. Рахмет. Бірақ менің мнением бойынша біз ол ойында ұтылып қалдық негізі. Ұтылып? Ондай нәрсе де бар менің ішімде. Мен еркек ретінде мойындап білемін ол нәрсені. Қыздар емеспен ойында жүйелі шешім шығарарда біз іштей ойлап тұрдық. Мен өзім іштей ойлап тұрдым. 3-1, 4-0 емес, бірақ 3-1 ұтылып тұрған сияқтымыз негізі. Бірақ 2-2 болды да. Ондай нәрселерді ойлағанмын бар. Андай эмоция тоже етті дейсің ғой. Арнайы әділет үшін мен де сондай тоже. Омен қандай жағдай? Онда да біз бірінші шықтық. Енді жатқан жоқпыз, құтқарушылардікіндей жақсы ойнаған жоқпыз. Бірақ жақсы ойнап шықтық. Кірді, шуткілеріміз жақсы қабылдады халық. Бізден кейін арнайы әділет үшін шығып, басында қиын, үнсіздік кетіп барды. Соңында бір 3 әзіліма кірген. Біз артта балалар құттықтап жатыр уже. Құтты болсын, ұттыңдар. Шыққанда ничия жоқ қой. 3-1 ұтылып қалғанбыз ғой біз. Сол кезде кішкене ашуланғанымызды көрсетіп қойдық біз. Қолын алмай кеттің балалардың. Эмоцияға беріліп кішкене. Сондай нәрселер болған. Есеп 3-1. Бұл сайыста арнайы әділет үшін жеңіске жетті. Рахмет. Мен балалар емес қой. Кінәлі. Шөре ғой. Енді сендердің жағдайларыңда ол кісілер кінәлі болып тұрды ғой енді. Ойындар жалғасты. Талант әлі. Бір кино сияқты қылып айтып беріп отырмын оны. Ақпен біргеге келейік енді. Ең қатты дау болған, ең қатты шум болған ойын сол ғой. Екі команда ойнап бітті. Сендердің көліктегі оқиға дегендеріңді халық кәдімгі бір жалғасы бар фильм сияқты қабылдап алған ғой уже.
көлікте десе болды, зал, овация. Вообще равно. Сондай емес шығарсың енді. Забайланбай аяғыңды алып тастады, артқа отырып қойшы, кепіріне ұят болады просто. Кешкем, серьезно айттың ғой да, я? Серьезно айттың ба? Бара қойшы, бар, серьезно. Мен бұнау дейтін. Давай. Мені бас сен. Жеттер, Мейрамбек бар ғой. Айнура, поздравляю, жаным мое, спасибо, Привет, жан, прикинь, оказывается, класста Айнур екеумізден басқа тұрмысқа екеуміз ғой тек шықпаған. Мен кезеген машин келеді екен. Интересно. И ойын бітті, типа екі жұптың ойыны бітті. Ойын біткеннен кейін сахнаға командалар шақырғаннан бастап көрермен деген кәдімгі орал деп айқайлап отты. Ол жерде бір ерекшелік, қазылар алқасы дауысын алдын ала беріп қойды. Типа ол жерде өзгертіп жіберу мүмкіндігі болған жоқ. Енді сол ойынға оралайық. Неге ондай жағдай болды? Және сендердің көзқарастарың реніш болды ма? Командаға немесе қазылар алқасына, типа тағы да біз ұтып тұрған ойын еді, не болып кетті мынау деген сияқты. Ондай ой болған сияқты, өйткені эфирдағы эмоция, ол по-любому андай жасырғың келіп тұрғаны көрініп тұр ғой, мынандай, бірақ ішіңнен біраз бір боқтық сөздер айналып жатқан сияқты болып көрінді. Берік Уәли, Ақпен бірге Алматы. Нұрсұлтан Құрман, Талант Орал. Марат Достаев, Ақпен бірге. Есеп 2-2. Осы туралы мен ұзақ көп айтамын, мен бәрі бар ғой. Мен ішіме сыймайды мен нәрсе бар ғой. Ақпен біргенің ойыннан кейін Ақпен біргенің қолын алып кеттім мен барып. Қыздар ештеңе етпейді, ештеңе емес. Біз еркек ретінде мойындаймыз. Ұттыңдар ма, ұттыңдар по факту. Біз ешқандай сендер туралы сасық әңгіме айтпаймыз. Интервью уже біз анау ойын біткеннен кейін, сразу шыққаннан кейін микрофонмен жүгіріп келіп жатыр да уже. Сол жерде болды ғой интервью алатынымыз. Иә. Сразу тек оларға уже андай хайп сияқты керек қой. Неге ұтылып қалдыңыздар, әділет емес сияқты. Мен айттым сол кезде. Тікелей айттым, мен ештеңе айтқым келмейді. Қыздар ұтты ма, ұтты болды. Жюридің шешімі сондай болды. Біз бәрін сыйлаймыз. Ешқандай әңгіме айтпаймыз. Вот солай болды ма, солай болды. Значит, бұйырмаған нәрсе бұйырмайды ол ешқашан. Бірақ іште өте қатты реніш болды. Өте қатты. Ол жюрилерге емес. Ол Ақпен бірген қыздарына да емес. Бір қатты нәрсе ренжіп қалған. Қазір оны айтамын. Бір қатты нәрсе біз өзіміз көңіліміз алып қалдық негізі. Бізде андай болды. Біз бірінші ойнадық қой. Біз бірінші ойнадық. Енді мен өзім, жеке өзіме, менің КВН тарихымдағы ең мықты сәлемдесуім мен сол ойында жасадым деп ойлаймын өзім. Сол сәлемдесуім менің мықты сәлемдесуім болды өзіме. Сондайда ойнап тұрып, біз естіп тұрдық, Ақпен бірге ойнап жатқан кезде, жағынан естіп тұрдық. Басы дейтін кәдімгі тегіс кетіп жатты оларда. Қып-тыныш кетіп жатты. Соңғы олардың бір нәрсесі, бір ұтқан жері, сол кезде актуал болып жатқан тастанды балалар туралы айтты ғой бір әңгіме. Тастанды бала, жетім бала туралы. Сол әңгіме қатты әсер етіп қалған жюрилерге. Бұл жюрилер туралы да шындықтар айтылды. Нұрсұлтан Құрман ағамыз бар ма? Ол кісі өзі іздеп келді ойыннан кейін мені. Қалай болған бәрін айтып берді ол кісі. Мен білмеймін, ол кісі оны айтуға бола ма, болмай ма. Марат ағамызды осы сол ойынға дейін бізге ұпайын беріп келді де, именно сол ойында бізге бермей қалды ұпайын. Бірақ өзімізге айтамыз деді. Мен Марат ағамызға ешқандай ренішім жоқ. Біздің ағамыз ғой үлкен. Ешқандай ренішім жоқ. Чөт айтып өтіп кете сал. Мынандай нәрсе. Марат ағамыз ойында айтты, неге талантқа бермегенде мен өздеріне айтамын деп. Біз ойыннан кейін ол кісіге бармаппыз да. Бізде уже ондайға біз ештеңе естігіміз келген жоқ. Не үшін деймін, ол одан уже ештеңе өзгермейді ғой. Иә. Ештеңе өзгермейді. Сұрағымыз да келген жоқ. Бірақ біз мынандай әңгіме естідік. Марат ағамыз бүйтіп айтыпты. Талант 5-0 ұтып тұрмын деп ойладым да, Ақпен бірге даусымды бердім деген. Типа 4-1 бола салсыншы деген әңгіме болған. Иә, типа басқа қазылар уже беріп тұр оларға деген сияқты. Талант уже бір ауыздан ұтып тұрған шығармын деп ойладым деген. Білмеймін ол не нәрсе деп. Сосын біз уже ұттық деп ойлап тұрдық. Мен шын айтайын,
бірақ бізде Әскербек бар ғой, иә, ол уже есінде аға бүйтіп ана конверттерді ашып жатқан кезде соңғы конвертті уже ол айтпастан бұрын көріп қойған ғой. ақпен бірге. Галочка ақпен бірге де тұр уже. Ақпен бірге. Ол бізге айтқан артта тұр. Жігіттер біз ұтылып қалдық деп. Болды уже ұтылып. Біздің уже көзіміз көрмей жатыр, құлақ естімей жатыр ол кезде уже. Кәдімгі сыйынып тұр. Бір ұтып кетсек екен деп. Бірақ мен соңына дейін сендім. Дастан ағамыз бар ғой, Дастан Оразбек бізге беретін шығар деп ойладым. Соңына дейін сендім ғой мен. Неужели деп. Қыздар өтеді. Ақпен бірге. Есеп 3-2, Ақпен бірге жартылай финалда. Рахмет. Біздің менің өзім көңіліме алғаным, одан бір жюриге емес, Ақпен бірге емес, менің көңіліме алғаным. Сол ойынның соңында Берікуәли бір ұсыныс тастады ғой. Талантты қосымша алайық деп. Пол жартылай финалға қасым талантты. Халық қолдап отыр, біз көріп отыр. Қыздар деп сыйлап өткізіп жіберген сияқтымыз деп Берікуәли айтты да, сосын бізді ұсынды. Иснаға қарсы болды бірақ. Бұрындағыдай жайдарман емес қазір. Бір жұпсан болу керек. Команданың саны жұп болу керек, сол арада жұптастыру үшін біз оларды ала алмаймыз деген әңгіме айтты. Ал бірақ сол система полуфиналда каким-то образом бұзылды. Жақсы, құрметті көрермен, былай қылайық. Халықты тыңдайық. Финалдық бәсекеде арнайы әділет үшін, көрермен үшін ойнап береді. Финалда 3 команда ойнайды. Ақпен бірге, Ату және Қазалы. Финалға 2 команда өту керек болды, 3 команда болып қосып жүрді. Маған дайректтен мынандай хат келді. Бір үлкендеу кісіден, жасы үлкен кісі ол, семьясымен келген екен ойынды қарауға. Бізді жақсы көреді. Сендер дұрыс емес жасадыңдар дейді, бізге айтады. Сендер сол ойында кетіп қалуларың керек еді дейді салды. Біз мына жақта айқайлап қайтарып алатын едік сендерді дейді да бізге. Айқайлап қолдап сөйлеткізбей, біз сендерді кері қайтарып алатын едік дейді. Полуфиналға айқайлап қостыртатын едік. Сол кезде уже андай ішімізде андай болды да, неге сөйтпедік дейтін. Содан кейін бірақ түсіндік қой, ондай провокацияға ермей, дұрыс жасап кеткенімізді бұйырмаған нәрсе. Бірақ сол нәрсеге жаңа көңіліміз қалып кетті. Андай ғой, полуфинал болып жатыр ғой, финал болып жатыр ғой. Бізді, қыздар еместі, Эверестті бәрімізді бір жерге отырғызып қойған ғой, әдейі. Екінші орын 2 миллион дегенде деген дауыс бір жерден шықты ғой. Ұшып кеткендер. Иә, ұшып кеткендер бәріміз бір жерден қой. Екінші орын 2 миллион деген дауыс. Бір жерден деген дауыс. Бірақ андай Біз енді сыйлап отырғызайық, енді бірақ білмеймін. Шыққаннан кейін ойлап тұрық қой, біз әдейі отырғызып қойған мына жерге. Ондай ойлар келеді. Ой деген шықыр ғой, момент не ойларыңды білмейсің ғой. Жоқ, сол кезде біз андай болдық. Біз шуды басып әлек болдық. Иә. Жазып аттық. Біз, каждый бізге жазған адамға ответ жазып аттық. Ақпен біргенің қыздарына ештеңе жазып керек емес. Олардың ешқандай күнәсі жоқ. Ештеңе жазып керек емес. Олар қыздар көңіліне жақын алып қалады. Ертең жылайды. Олай керек емес. Алда ертең ойындар бар олардың деп. Біз сол жерде қолымызды бердік, құттықтап. Сосын жартылай финал басталардың алдында тағы да келіп құттықтадық. Сәттілік тіледік ойындарына. Біз еркек ретінде қабылдадық ол нәрсені. Бірақ мен андай нәрселер көріп қалдық біз. Бір комментарийларда ма? Біз комментарийларды қатты оқимыз. Ютубтағы ойындарды астын көңілімізге аламыз біз. Ой, мыналардың машинадан басқа бір несі жоқ. Бір нәрсені бір бастап етіп қоймады ғой, мыналар дейтін комментарийларды өте қатты жүрегіміз жақын аламыз. Ақпен бірге ғана ма десем. Тағдырларың бір екен жалпы ол команда. Мысалы біз Ақпен біргенің қыздарын көтергіміз келді да. Түсірмей көтергіміз келді. Потому что жайдарманда жалғыз жүрген қыздардың командасы. Өте мықты ойнап жүрген команда ол. Біз қатты сыйлаймыз. Бірақ біз өзімізді опыт жағынан, жайдармандағы жүріп өткен жолымыз жағынан кіші деп ешқашан есептемегенбіз олардан. Себебі мүмкін жоғары лига ерте келген шығар бізден. Бірақ 2019 жылы олар бірінші лигада ойнап жатқан кезде біз Алматыда премьер лигада ойнап жаттық мысалы. Сондай нәрселер бар да ішімізде, біз айтқымыз келеді кейде. Біз андай жас команда ретінде көріп қалдық сол ойында. Иә. Талант енді келіп жатыр. Біз біреулер ерте келеді, біреулер қиын жолмен келеді.
біз ұзақ жолмен келдік, өзімізге сөйтіп көрінеді мысалы. Соны сөйтіп көтеріп жүрген кезде біз андай бір комментарий оқып қалдық. Біз таланттан артық болмасақ кем емеспіз деп комментарийлер оқыдық біз. Қыздардың жазғаны. Иә. Ол енді оларды ренжіп ашумен жазды ғой енді. Іштей бірақ андай намыс бар да бәрібір. Біз андай кіші қылып көргендеріне де ше, жас команда ретінде көргендеріне. Негізі олай емес қой. Ол жүріп өткен жолымыз. Біз әлдеқайда ерте бастағанбыз. Өз пікірің бойынша ол ойында нәтиже қандай болу керек еді? Енді 5-0, 4-1 деген мен ұпай айтпаймын. Бірақ сол 3-2 деген есеппен біз ұту керек болған сияқтымыз. Мен оны. Жалғыз мен емес, көп адам айтты ғой. Бірақ менің бір ойым, егер біз өтіп кетіп жатқан жағдайда, біз атуға Ақпен бірге сияқты қарсы тұра алмайтын сияқтымыз. Біз жартылай финалда. Жартылай финалда біз Ақпен бірге сияқты атуға қарсы қандай ойын көрсете алмайтын сияқтымыз. Біз сол кезде ойландық. Бізде потому что артымызда ешқандай дайындық болған жоқ. Өтіп кеткен жағдайда біз ештеңе заранее ойлаған біздің материалымыз да болған жоқ. Лишь бы өтіп алсақ деп ойлап тұрдық. Біз даже ұпай берердің алдында, Ақпен біргемен ойнаған ұпай берердің алдында мен уже ойлап тұрмын, атуға не ойнаймын деп ертең. Ұтылып қалатынын біліп тұрған жоқпын ғой. Сондай жағдайлар болды. Иә, биылғы маусымға не жоспар? Биылғы маусымда енді командалар келіп жатыр. Шатыр деген, Рудный қайтып келіп жатыр. Жуалы деген сияқты қорқынышты командалар келіп жатыр ғой қайтадан. Соның бәріне қарамай, биыл не болса да финалға жетіп, жоқ дегенде жүлдегерлердің қатарынан көрінсек па деген ниетіміз бар. Чемпиондық деп аузымызды қарағандай бір ашқымыз келмейді. Бұл мынандай жеңілгендігім я болмаса біреуді мойындау емес, еркекше жүріп өткен жолына қарай Рудныйдың алатын жылы деп есептеймін өз басым. Мына еркекше. Мен өз басым ол команда өте қатты жанкүйер болдым кезінде. Маусымашарда бірақ Рудный дайындықсыз келді ма, білмеймін. Өз деңгейлеріне мүлдем жеткен жоқ. Сонымен кейбір команда жалпы өздерінде де қорқыныш пайда болған сияқты менің ойымша Рудныйда. Биылғы маусымға деген. Қазір уже былтырғы КВН-де ойнап тұрсаң да есік сияқты болып көрінесің қазір. Қазір жас командар келіп жатыр. Уже андай свежий командар келіп жатыр. Олардың ой-өрісі бөлек, әзілдері бөлек, уже халықты басқа жағына қарай алып кетіп жатыр да. Былтыр біз свежак сияқты болып көріндік па? Уже қазір ойнамайды. Қазір сенен көп нәрсе күтеді. Жақсы, жалпы жайдарман темасын былай қоя тұрайық. Отбасың жайлы. Жалпы қарсылық білдірмей ма? Үйлендің, бала жағыңды бақ деген сияқты отбасың тарапынан. Жалпы ренжіме сұрақ, ата-ана бар ғой, андай постоянно қолдаумен келетін ма? Ата-ана, я давай мықты деген сияқты, әлде қойшы балам деген сияқты кезеңдер болды ма? Менде былай, бізде былай. Менің анам қолдайды бұл нәрсені. Бірақ енді бізден де бар ғой. Мысалы, қазір тек қана КВН ойнап, әке-шешемізге ренжи алмаймыз. Неге қолдамайды деген сияқты. Мысалы, сол нәрсемен біз қосымша пайда тауып отырсақ, мысалы, табыс көзі келіп отырса, сол нәрсемен мысалы семьяны асырап отырсақ, әке-шешемізге бір ақша беріп отырсақ, ол кісілер екі басынан ондай нәрселер айтпайды. Біз қазір тек қана КВН ойнап жүрік мысалы. Сосын былай бөлек жұмысымыз бар. Тек қана КВН ойнап жүрік. Соның кесірінен де енді бізге қарсы болады ғой. Бірақ менің әкем мен жалпы өнер саласында болғанымды қаламады. Мен жастайымнан спортқа бергісі келді. Спортқа берді. Мен бір 2-3 жыл айналыстым, одан кетіп қалдым. Сондай нәрселер болды. Менің әкем әлі күнге дейін қарсы, бірақ білдірткісі келмейді. Потому что қазір үйлендік, үй болғаннан кейін қазір айтқаны үшін ары қарай не істесең де өзің біл деген сияқты. Есейдің, бала шағаң бар, семьяң бар қазір. Өзіңнің ақылың жеткен жеріңе дейін ойланарсың деп. Мен саған ештеңе айтпаймын, бірақ осыған дейін қарсы болып кетті. Бір ойынға алып келесің ау, сахнаның аурасын сезінген кезде. Ол кісі түсінбейді. Ол кісі органның адамы, тем более. Органда жасаған адам. Ішкі істер қызметкері болған кісі ол кісі. Ол өмірінде тек көп негатив көрген кісі ғой. Көп негатив көрген кісі, жұмысына адал,
жаңағыдай мынандай блогерлік, жайдарманмен жұлдыз болу, актер болу дегенде ол не серьез қабылдайды. Серьезно қабылдамайды. Оған кәдімгі үкіметтің адамы болу керексің, адал жұмыс жасау керексің, тапқан пайдаңды адал табу керексің, сондай нәрсе. Былай шошаңдап өнер саласында жүргенге қалмайды. Ал келіншегің? Келіншегім қолдайды. Себебі келіншегім де ол өнерден алыс адам емес. Университет сахнасында да өте өнерлі болып, бимен айналысты. Жаңағы модель саласында да жүрді ол кісі. Қазір енді отбасылы болғасын, кішкене оның бәрін қойды. Ол мені қолдайды. Қашанда осының аяғына дейін жеткіз деп мотивация беріп отырады. Қызғанбай ма? Қызғанбай ма дегенде қызғанады ғой, екі басты ғой. Бірақ қазір түсінеді бәрі. Ондай жоқ. TikTok'та қазір жақсы қаралым жинап жатыр сенің жобаң деп айтайықшы, енді мини жобаң. Ол идея жалпы өзің ойлап таптың ба, әлде біреуден алып құрастырдың ба? Мен TikTok'ымда бір андай бір арнайы осы дейтін нәрсе жоқ сияқты мен TikTok'ымда. Типа ойыңа келді, салып тастай бердің. Не істегім келеді. Бірақ әйелмен түсірген видеолар жақсы жинап тұр. Жай қарай кетем ау, семейдегі. Оның ішіндегі видеолардың көбісі сосын не ғой? Біз жайдарманда көлікте болған оқиғаларды кесіп салып тастағанбыз. Жоқ, әдемі тематика негізі. Ол кісіні сахнаға алып шығу ойда бар ма? Финалда мысалы, или маусым ашарда қоштасып жатқанда? Мен әлі ойлап көрген жоқпын, бірақ ол кісі қарсы емес алып шықса. Осыған айтып жүретін, мен қыз ойнайды. Анау бір ширек финалда караоке дейтін шутка болды. Мен қызымна бір земде отыратын осылай. Өлең айтады. Ерекше әдемім, өмірдің мәнедім, еркелеп жүргенде сағынып келемін, қолымнан ұстанып. Сол әзілге қатты ренжіген ол кісі. Неге? Ол ойында қарауға келді ол менімен бірге. Қарауға келді, залдан қарады, өзі ренжіген. Қасыңда 20 күн бойы жүрдім мен. Қыз ойнайтын рөл керек десең, шығып беретін едім ғой соған деп. Елі мен түрім бармай ма ондайға деп ренжіді. Сәл өзі плюсқа шыққан кезде айттым, андай момент пайдаланып. Осы внимание требовать ететін адам ғой негізі. Внимание керек. Өзің қызың мысалға болашақта жайдарман ойнаймын десе? Қарсым түбегейлі. В общем, қыз атаулының мен жайдарман ойнаған қаламын. Неге? Ол менің андай ақпен біргеден ұтылып қалғасын айтып отыр ғой деп айтатын шығар едім. Жоқ, мен білмеймін, мен дұрыс емес сияқты меніңше. Жоқ, басқа өнер жолында мен жаңағыдай актер боламын бірдеме, актриса боламын десе, мен қарсым, бірақ мен жайдарман ойнаған. Биылғы жылға жалпы енді бастап келе жатқан командаларға тілегің? Тілектен бұрын ескертіп өтші, қатты ойнамай қойсын. Келді ма, сол өз орындарын білсін. Жыл мана өзінің команданың өзінің уақыты болады, чемпион болатын, халықтың сүйіктісі. Соны күтіп аяғына дейін еңбектеніп чемпион болсын. Болашақта осы жайдарманды жақсы көріп, осы істің аяғына дейін барам деген нәрсе ойласа, еңбектенсін. Еңбек түбінде жемісін береді. Жақсы, рахмет. Сіздерді биыл финалдық бәсекеде көреміз деген ойдамыз. Енді нәтиже өздеріңізге байланысты. Талант әрқашан сондай позитивный талант болып есімізде қалсын деген тілектеміз. Жобамыз аяқталды. Келесі бағдарламада жүздескенше аман болыңыздар.